Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер. Біз бүгін сіздерге презентацияны тез жасап беретін жасанды интеллект туралы айтатын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдымен бізге тіркелу керек бұл сайтқа. Тіркелуді біз жасай аламыз, Google аккаунт арқылы жасай аламыз. Мен алдында тіркелгендіктен бұл жерде аккаунтымды таңдай саламын. Тіркелу сәтті өтті. Тіркелу сәтті өтті. Енді бізге презентация жасау керек болып тұр. Енді бұл жерде біз мынандай шаблондарды қолдансақ болады. Жасау батырмасын басу арқылы біз проект ретінде жасай аламыз. Жалпы бұл жерде жасанды интеллект арқылы жасай аласыздар, және де инфографика, басқа да керекті ресурстарды жасай аласыздар. Енді бұл жерде басты ерекшелігі бұл платформаның, яғни сіздер мына жерге тақырыпты жазасыздар. Мысалға, физикалық объектілер тақырып. Енді бұл жерге сіздерге сұрайды. Презентация деп жауап береміз. Яғни чат-бот сіздерден арнайы сұрайтын болады. Енді бұл жерге біз стиль таңдайсыздар. Мен мысалға түсінікті болу үшін сіздерге осы стильді таңдап көрсетейін. Жасанды интеллект ары қарай бізге генерациялау жүйесін жасайды, және де сіздерге қазір презентация жасап беретін болады. Аздаған минуттар бізде программа жасап жатыр қазір. Яғни осы жасанды интеллект арқылы сіздер үнемдей аласыздар. Презентация жасалғанға дейін арнамызға тіркеліп, біздің Telegram, YouTube және Instagram, TikTok аккаунттарымызда да сіздерге керекті ақпараттар сақталған. Біздің Telegram каналымызда осы жасанды интеллекттер қай сабақтарда қолданылады, және де топ жасанды интеллекттер осы арнамызда жинақталған. Telegram арнамыздан жүктей аласыздар. Және де біздің TikTok арнамызда керекті ресурстардың тізбектері жинақталған. Аздаған сәттерден кейін бізде презентация дайын болады. Шамалы күтейік. Яғни бұл жерде сіздерге тегін 10 кредит беріледі. 10 кредиттің, яғни осы жерде қолданып көрулеріңіз керек. Негізінде күн сайын 10 кредит беру керек, қателеспесем. Яғни бета версиясы бұл бізде. Бұл жерде енді файлдарыңыз жинақталады. Міне, бізде дайын болды презентациямыз. Енді біз осыны қарай аламыз. Кіріспесін жасап берді бізге. Ары қарай объектілер дегеніміз не, мысалға объектілердің түрлерін көрсеткен мына жерде. Объектілердің материалының құрылымы, олардың беріктік. Яғни жалпы тақырыпқа байланысты керекті нәрсені барлығы осы жерде жазылған. Сізге қорытынды да жасап береді. Ары қарай өзіңіз түзетулерді жүргізесіз, болды. Осы жасанды интеллектті қолдансаңыздар болады. Арнамызға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.